Жапония бұл өте ерекше мәдениеті мен қорқынышты аңыздар бар ерекше ел. Бірақ біз бұл аңыздардың рас немесе өтірігін білмейміз. Бірақ адамдар ежелден бұл аңыздарға сеніп келген. Бүгінгі видеода біз сіздерге Жапонияның қорқынышты аңыздарын айтатын боламыз. Сонымен кеттік. Теке-теке. Адамдардың айтуы бойынша бұл қыз бір кездері пойыз жолына абайсызда құлап, пойыз оны екіге бөліп тастайды. Ал бір қызығы дененің жоғарғы бөлігі қаланы кезіп жүреді, ал екінші бөлігі болса көшелерде тығылып жүреді екен. Егер ол сізді ұстап алатын болса, онда қашып үлгермеуіңіз мүмкін, өйткені ол өте тез жүгіреді. Нурре Онна. Бұл әйел кез келген жерде пайда бола алады. Және оның түрі өте қорқынышты көрінеді. Өйткені оның үлкен көздері, азу тістері және ұзын қара шашы тағы басқа айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл зұлым физикалық тұрғыдан адамға қарағанда күштірек болады. Өйткені ол құрбандарын алдау тәсілімен өлтіреді екен. Бұл құбыжықтың есімі Каппа. Ол Жапонияның су қоймаларында немесе өзенді батпақтарда мекен етеді. Бұл құбыжық жартылай адам, жартылай жануар ретінде суреттелген. Өйткені бір қарағанда бұл құбыжық тасбақаға ұқсайды, және оның басы тағамы кішкентай балалар. Бетсіз елес. Жапондықтардың айтуы бойынша бұл елес адамға ұқсайды, және оның бір ерекшелігі бар. Оның бет әлпеті жоқ деп айтады. Бұл елес түнде бос көшелермен жүрген адамдарға шабуыл жасайды екен. Туннель елесі. Бір кездері туннель 1927 жылы салынады. Оның ұзындығы 444 метр. Құрылыс кезінде қаза тапқан жұмысшылардың жаны елеске айналуы мүмкін. Бір қызығы туннельде елестер түнде ғана пайда болады екен. Олар жүргізушілері қорқытатын көрінеді. Сондықтан бұл туннельде апаттар жиі болады. Және түнде туннель ұзақ уақыт бойы қараңғы болып тұрады. Токиодағы қираған жер. Егер сіз бұл жерге түнде барсаңыз, қайтып оралмауыңыз мүмкін. Бұл жер бір кездері ғибадатхана болған көрінеді. Бұл жерде кезінде 3 адам өлтірілген. Және бұл жерден сіз әйелдің жылаған дауысын естисіз. Окинава. Екінші дүниежүзілік соғыстан ең қанды шайқастарынан бері 50 жылдан астам уақыт өтті. Бұл аймақ қатыгездікке толы. Егер сіз осы жолдан өтетін болсаңыз, өзіңізді бір түрлі ұстайсыз. Өйткені бұл аймақта елестер өте көп. Видеомыз аяғына жетті. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.